сын есім, сан есім, есімдік, етістік, істеу, иеліктегі сөздер, шылау, одағай. Жарайсың, Нұрәлім, отыра ғой. Зат есім дегеніміз не? Олжан? Зат есім деген заттың атын білдіретін сөздер. Зат есім сұрақтары кім не? Кім не, кімдер, нелер? Деректі және дерексіз зат есім дегеніміз не? Деректі және дерексіз зат есім. Кім біледі? Нұрәлім. Деректі зат есім дегеніміз адамның қолымен ұстай алатын, нақты көзбен көре алатын, қолмен ұстай алатын заттарды деректі зат есім деп атаймыз. Жарайсың, Нұрәлім. Келесі сұрақ, байрағын жауап берейік. Сын есім дегеніміз не? Әділет. Заттың сырын, түсін, сапасын білдіретін сөздер. Сөз табы. Сөз табы. Сын есім деп атаймыз. Сын есім қандай? Сұраққа жауап береді? Қандай қай? Қандай қай? Дара және күрделі сын есім дегеніміз не? Інжу. Дара ол бірақ сөзден туындаған. Сөзден тұрады. Күрделі ол 2-3 сөзден құралады. Екі немесе одан да көп сөзден тұратын сын есімді күрделі сын есім дейміз. Сөйлем мүшелері қалай бөлінеді? Ақсезім. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді. Тұрлаулы және тұрлаусыз. Жарайсың, жауаптарын өте дұрыс. Оқушылар, бүгін біздің сабақтың тақырыбы бала абай. Ең алдымен Абай Құнанбайұлы туралы видеороликті тамашалап алайық. Тақтаға. Благодарю мне жеште, атамыз туралы көбірек біліп, оның айтқан сөздерін түсінгім келеді. Жүр ендеше, Абай атамыз туралы операны көрейік. Абай жасынан білімге құштар, зерек болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі аңыз әңгімелерді құлағына құйып өсірсе, әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі 3 жылдық Ахмет Риза мешіт медресесінде оқытқан. Бұл медреседен мұсылманша діни білім ғана алып қоймай, түрік, араб, парсы тілдері және шығыс поэзиясы мен сөз өнерінің заңдылықтарын, математика, география, жаратылыстану пәндерін үйреніп шыққан. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Науаи, Изули, Қожа Хафиз, тағы басқа ақындардың өлеңін жаттап өседі. Өзбек пен орыс тілін үйреніп, орыстың ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов, тағы басқаларының шығармаларымен танысады. Және олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларында оқиды. Осылайша дүние танымын кеңітіп, білімін шыңдай береді. Әке еркімен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан ел ішіндегі әңгімеге, сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Абай өз шығармаларында үнемі жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Қалың елім қазағым, қайран жұртым деп, қазаққа жаны ашып сөйлейді. Қазақтың баласына жақсы мен жаманды көрсетіп беріп отырады. Абай атамыздың өсек, өтірік, мақтаншақ, ерінші, бекер мал шашпа, 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз деген жолдарында неден қашық болу, неден асық болу керектігі айтылған. Видеоны көрдіңдер оқушылар? Олай болса, сендерге осы видео желісі бойынша сұрақтар қоямын. Бірінші сұрағым, бала Абай жастайынан кімнің қолында өсті, кімнің ертегісін тыңдап өсті? Мейрамбек. Абай жастайынан әжесі Зере мен анасы Ұлжанның ертегілерін тыңдап өсті.
Рахмет. Келесі сұрақ. Абай ең алғаш сауатын қайдан ашқан? Жаңа ғана видеодан көрдік. Амина. Ахмет Риза медресесінен. Жарайсың, дұрыс жауап. Келесі. Абай кімнің өлеңдерін жаттап өсті? Шығыс поэзиясынан. Ақсезім. Изали, Физули, Науаи, Ахметтің өлеңін жаттап өсті. Жарайсың. Келесі. Абай ерте жасынан қандай іске араласты әкесінің еркінен? Ел видеосіне араласты, я? Жақсы оқушылар. Олай болса, кітап оқулығымызға қараймыз. Бізде 94-ші бетте бала Абай оқылым мәтіні берілген. Осы мәтінді бірінші іштен оқып аламыз, жақсылап түсініп, одан кейін тізбектеп бірге оқитын боламыз. Бала Абайдың портреті жайлы берілген мәтініміз. Бағалау қарам, бағалап отыруды ұмытпаймыз. Аяғы ұзарған, бұрын мұрны шолақтау болушы еді. Биыл біраз ұзарып қалыпты. Бет бейнесі баладан гөрі ірілеңкіреп, бозбалалық қалпына бейімделген. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ. Толық балғын емес, сиреп, арықтап, құр созылған сияқты. Күн көрмей өскен реңі солған бойшаң ғана өсімдік бейнелес. Бұрын қара болушы еді. Бетінің қызылы да бар еді. Қазірде қаладан қайтқандық және ауру қосылғандық бар ма? Әйтеуір бозғылданған. Сұйықтау қоңыр шашының арасынан бас құйқасы да қылаңданып көрінеді. О да ауырғандық пен күн көзінде болмағандықтың белгісі. Абайдың осы сияқты қалпына ендігі мінез машығы да бір алуан болып өзінше үйлесті. Жарайсың. Қанекей, оқушылардың мәтіндері не туралы айтылған екен? Абай туралы бала. Дәлелі? Бала Абай туралы. Оның денесі және де сырт келбеті жайлы айтылған екен, я? Қандай екен сырт келбеті бала Абайдың? Қанекей оқылым мәтін? Әділет. Бұрын оның мұрны саусақтау еді. Қазір болса одан кішкене мұрны жалпайған деп айтылған. Және де ол семіз томпақтау да емес деді. Қазір арықтап сыйлы тұр, я? Бұл Абайдың оқудан қайтқан кезі еді. Жарайсыңдар. Олай болса оқушылар грамматикалық тақырыпты ашу үшін менің қызықты сұрақтарыма жауап берейік. Арсен, сен қай сыныпта оқисың? 5-ші сыныпта, я? Келесі. Елнұр, сенің жасың нешеде? 10-да. Амина, сен қай кабинетте оқисың? Номер нешінші? 18-ші. 18-ші кабинетте. Мұқият қарап отырамын. Інжу, қазақ әліпбиінде неше әріп бар? 42 әріп. Оқушылар, барлығымыз тақтадағы сөздерге мұқият назар салайық. 5-ші, 10, 18-ші, 42. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Қанекей бірге сұрақ қойып көрейікші. Қандай сұраққа жауап береді? Нешінші? Я? 5-ші, нешінші? 10. Қандай сұрақ қоямыз? Қанша? 18-ші? Нешінші? 42. Неше? Дұрыс. Олай болса оқушылар, заттың санын, ретін білдіретін сөз табын сан есім деп атаймыз. Сан есімдер неше, қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Сан есімдер оқушылар тақтаға
қарайықшы. Құрамына қарай екіге бөлінеді екен. Дара сан есімдер және күрделі сан есімдер. Дара сан есімдер дегеніміз тек бір ғана сөзден тұрады, ал күрделі сан есімдер дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, мына жер тақтада дара сан есімдерді кім атап береді? Бір ғана сөзден тұрады. 18-42. Неге күрделі ол? Өйткені олар екі сөзден тұрады. Кемінде екі сөзден тұр, иә? Жарайсыңдар. Оқушылар грамматикалық тақырып түсінікті болды ма? Олай болса, мен сендерге тапсырмалар алып келдім. Мына қораптардың ішінде сендерге жазылған түрлі сөздер мен жіп және қыстырғыштар берілген. Осы шатасқан сөздерден сан есімдерді тауып, ортаға шығып қорғайтын боламыз. Құрамына қарай талдайтын боламыз. Қайнеке тауып қойыңыз. Сендерге 5 минут уақыт берем, тез-тез. Сан есімдерді ғана табамыз. Бұл жерде зат есім, сын есім, барлық шатасы берілген. 5 минут уақытын есептейміз, содан кейін аяқтай саламыз. Сан есім қанша, нешеге, нешінші деген сұрақтар бар. Бірінші құрамға қарай жауаптар. Бірінші қатар аяқтасын қазір. Содан кейін үшінші қатар бірінші болып шығады. Бірінші аяқтады. Бірінші қатар сендер күтіп жатырмыз. Болды ма? Болды ма оқушылар? Бірінші қатар. Болды. Олай болса, үшінші топ бірінші шықсын, үшінші топ бірінші аяқтады. Қолымызға. Мына жерде қандай да болады. Сын есімдерді іле қойыңдар. Сын есім жазылған киімдерді, сан есім. Қыздардың бойынша. Ал қыздар ілеміз сан есімдерді ғана. Жарайсыңдар үшінші топ. Ал енді үшінші топ тыңдаймыз. Бірінші қатар, екінші қатар. Бастаймыз қыздар. Сан есімдер. Ұлжан. Қаттырақ. Жұмысты тоқтатып тыңдаймыз. Бірінші сан есім 50. 50 құрамына қарай қандай сан есім? Дара. Қаттырақ. Дара. Дара сан есім. Келесі. 60. Тезірек Ұлжан. Құрамына қарай дара. Құрамына қарай дара сан есім. Келесі қыздар бар, бұл жауап береміз. Сан есім құрамына қарай дара. 7 сан есім құрамына
Sanırsın kırcığını sanıyorsun. Doğru sanırsın. Nurgay. Bir sanıyorsun kırcığını, kuramına qaray kırcığını. Kuramına qaray kırcığını. Üçüncü topqa çabalarga topsirman o'zini so'zladi. Jaraysinlar. O'tirib o'yinlar. Бағалау парағына бағалауды ұмытпаңдар. Бірінші қатар келе қойыңдар. Міне, жаңағы жерге тұрамыз, тезірек. Міне. Кішкене көтерейінші қазір болғанда. Korkuyorum beni arkadaş. Kızlar, beni qarayıp тұрыңдаршы. Toxta turan düşmedi sizin olayı gibi maqsad. Ала. Ters qarаңыз. Құрамына қарай күрделі санайсың. 87 құрамына қарай күрделі санайсың. Дұрыс. 5. Kuramına kadar dara. Құрамына қарай дара санайсың. Аяжан. 5. Bu тоже. Bu da sanıyorsun dara. Құрамына қарай дара санайсың. 4. Bu sanıyorsun kuramına kadar dara. Себебі Bu 4 бір 10. Құрамына қарай дара санайсың. санайсың. Жарайсыңдар. Отыра ойындар. Бірінші тоқтатып соңында тапсырмаңыз. Бағалау парағында бағалаудың сынықпаңдар. Екінші қатар шыға ойындар. Қанеке тұрыңдар. Жігіттер. Al, korkay koydu. Nerede bu konuşuyorlar? 9. Sanıyorsun kuramına kadar dara. Dara, sen yesin. 8. Kuramına kadar dara sanıyorsun. 66. Sanıyorsun kuramına kadar kürdeli. Неге күрделі санайсың ғалым? Өйткені ол екі сөзден жасалды. 60 және 6 деген сандардан құралған 66 деген күрделі санайсың. 14 құрамына қарай күрделі. 14 құрамына қарай күрделі. Дұрыс орындады оқушылар? Жарайсыңдар екінші топ. Отыра қойыңдар. Бағалау парағына өздеріңді бағалап кетіңдер. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік оқушылар. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің атын жазамыз. Сынып жұмысы. Тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Құрамында сан есімі бар мақал-мәтелдерді жазып, сан есімдерді талдаймыз. Өздерің білесіздер. Мысалы, қандай мақал-мәтел айтсақ болады? Олжан? Жарайсың. Сондай мақал-мәтелдер жазып, орындаймыз. Дәптермен жұмыс. Saniyesinde taldayız mesela. Asılsız doymasın.
Okuduğunu unutmayın. Жарайсың. Оқимыз. Алдырай бастай ғой. Мақал мәтелдерді тыңдаймыз. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Бұл жерде санесі. Бұл жерде санесің 100, дара, құрамына қарай дара, санесің. Жарайсың. Келесі мен ақсың. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Жеті жұрттың тілін біл. Жеті түрлі білім біл. Жеті тілін біл. Бұл жерде санесі. Құрамына қарай дара санесің 7. Құрамына қарай дара санесі. Аяулым. Қазір оқушылар барлығы. жұрттың тілін білім біл. Бұл жерде санесі. 7. Арсен, барлығымыз жауап береміз. Жауап бермейінде. Қаттырақ. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Бұл жерде санесің 100. 100 құрамына қарай қандай санесі? 47 санесі. Тағы да дара санесі. Тағы да әдет. 5 асығыз көнсеңіз 5 деген ол санесін құрамына қарай дара. 5 асылыз көнсеңіз, абай атамыз. 5 асылыстар, ата 5 әдет, 5 асылыз. Талап еңбек тереңі қанаға рақым ойлап қой. Жарайсың. Ұлжан. Жігітке жеті өнер. Жігітке Жеті өнер. 7 өнерде аз. Бұл жерде Санесім 7, дара санесім. дара санесім. Дәмелі. 7 рет кесіп бір реттік. 7 рет кесіп, 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Санесімдерді айта қой. 7. Және бір. Қандай санесімдер? Санесім дара. Құрамына қарай дара санесім. Үнжу. 13 жаста жігіт отар иесі. Құрамына қарай санесім. Санесім. Құрамына қарай күрделі. Құрамына қарай күрделі. Санесім, я? Санесім емес. Нұркен оқи қойшы. 7 рет өлшеп бір рет кес. Тағы да бар ма? Санесімдер талдай қой. Оған 7 рет өлшеп бір рет кес деген 7 санесім. Басқа жоқ па санесің? Тағы да бар. Бір Қандай санесімдер құрамына? дара санесім. Құрамына. Дара. Тағы да кім оқиды? Амина. Аружан. Амина. Амина. Әйел құрым жинақты. Айет. Құрамына қарай дара санесім. Дара санесім. Жарайсың тағы. Нұрәлім оқи қой. Төртеу түгел болса төбедегі келеді. Бұнда санесім 4. Төртеу түгел болса, Төбедегі келеді. алтау ала болса, Ауыз ағы кетеді. Ода санесім 4 және 6. Олар дара санесім. бұл аяқта бағалау парағында жауабымызды белгілейік оқушылар. Белгілеп отырыңдар. Енді бір оқушылар, келесі тапсырма бұл тағы да топтық жұмыс. Сендерге мына жерде балық қаңқасы берілген. Біз қазір Абай Құнанбайұлының 18-ші сөзін көріп, осы балық қаңқасын біз жұмыс істеп жүрміз, оқушылар білесіңдер. Балықтың бас жағына осы тақырыбын, қаңқаларына негізгі проблемалар және дәлелдемелерді, соңғы жағына қорытынды шешімді жазамыз, я? Олай болса, мен видеоны қосайын. Мұқият қараймыз. Сендерге алдыларына қара сөз берілген.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерімдеп, олардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигенің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойнамақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмаға қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Дегенде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздың ғой демектің бәрі де ақымақтық. Олай болса, осылай кірісейік. Балықтан қасайсарлы, абаядан қара сөз қалдаймыз. Бастаймыз, есімді Мартин. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигенің не арманы бар екен дейтұғын жоқтасына ойнамақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмаға қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден емес. Бәрі де адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин не киімі артық болмаса да,
деген өз шешімімізді жазамыз. Дәмелі тоғын болды ма? Киімі жайлы, тазалық жайлы айтылған сырт келбеті бізді сыртын іші айтсақ болады, иә? Оқушылар болды, уақыт аяқталды. Болды. Келе қойыңдар. Артынан Нұркен. Оқушылар отыра қойыңдар. Ол жұмысты аяқтаймыз. Отыр. Болды. Оқушылар тыңдаймыз. Екінші қатар. Бұл қара сөздер Адамның сырт келбеті туралы айтылған. сырт келбеті туралы айтылған. Келесі ішкі жан дүниесі. Білім, Ар, ғылым, ақыл туралы. тағы да қандай? Адамның сырт келбетіне қарап бағаламау. Адамның сырт келбетіне қарап бағаламау керек. Сырт келбетінде жөндегенмен ішкі жан дүние басқа болуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Нұркен, сен өз ойыңды қоса ғой. Шешімді айта ғой, Нұркен. Қандай шешім шығардың? Осы қара сөзді тыңдадық неше рет? Адам сырт келбетіне қарап бағаламау. Сыртымыз қандай таза, әдемі болса, ішкі жан дүниеміз де сондай әдемі болу керек деді, иә? Болдық бар, тақ қоспаймыз ба жаңа? Адамның киіміне қарап бағаламау керек. Адам өзінің киімінен, осылайша адамның жарайсыңдар. Ар ұятына қарап жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Келесі үшінші қатар. Оя салыңдар. Келе қойыңыз. Амина, кім бастайды? Мен Бастай қойыңыз. жыртықсыз, Қаттырақ. жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, таза киініп, божыратпай. Таза киін деген. Тағы да?
Сыртың әдемі, ішің әдепсіз, ғылымсыз болса жақсы кинодан қажеті жоқ. Тағдыр. Көп нәрселер. Адам басқа нәрселермен озсын десе, ол нағыз ақымақтық. Адам ақыл, ой, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Жарайсың, Амина. Нұрай, Ұлжан, Әжет. Адам білімсіз жақсы болмайды. Ұлжан. Сыртың әдемі. Тәрбиесіз болсақ, әдемі киінудің қажеті жоқ. Тәрбиесіз болсақ, әдемі киінудің қажеті жоқ. Әдет. Өзің ойыңа табыл қаттырақ. Адамды ешқашан сырт келбетіне қарап бағаламайды. Ішкі жан дүниесін көру керек. Ішкі жан дүниесіне қарап бағалаймыз. Келесі бірінші шығардан тезірек шыға қойды. Қаттырақ. Адам баласы ар, мінез, ақыл, оймен озады. Ақыл, оймен озады. Сыртқы киіміңді қалай таза ұстаса, ішкі жан дүниеңді солай таза ұстауың керек. Адам баласының киімімен емес, жан дүниесіне бағалау қажет. Әр адам бай болсам, ішсем, жесем дейді. Бәрі бәрі ақымақ. Қандай болса, ішкі жан дүниесі таза болуы керек. Біреуі пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін жөндейді. Біреуі атын, айран, ішерін, сыпайылығын жөндейді. Жарайсың. Болды ма? Жарайсыңдар бірінші топ. Олай болса, оқушылар бүгінгі біздің тапсырмалар аяқталды. Үйге тапсырма 3-ші және 4-ші, 6-шы кестелерді орындап келеміз. Келесі оқушылар, мен сендерге жаңа стикер таратқан болатынмын. Сол стикерге бүгін өзіміздің сабағымызға есеп беріп, білім ағашына жабыстырамыз. Абай атамыз есеп туралы не қалай айтып кеткен еді, кімнің есінде алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз? Амина, айта қойшы. Әр адам өз-өзінен есеп алып келеді. Әдет, қосасың ба? Күніне болмаса да айына жылына бір рет болсын алу. Бір рет болсын өз-өзімізге есеп беруіміз керек. Орындасың. Тезірек сабағымыз қалды. Болғандар біліңдер. Махаббат бүгінгі сабаққа жақсы дайындалған. Содан кейін алған әдіс тәсілдер мен тапсырмалар баланың жас ерекшелігіне сай, балалар қызығын орындайтындай әдіс тәсілдерді қолданды. Грамматикалық тақырыпты балалар жақсы түсінді деп ойлаймын. Сан есімді құрамына қарай ажырата білетін деңгейге жетті. Тез балалар қателескен жоқ, тапсырмалар барысында орындау кезінде өте жоғары деңгейде өтті. Жақсы, рахмет. Ахуат өзінің мақсатына жеттің бе жалпы? Бүгінгі мақсатына жеттім. Жалпы сабақ барысы жақсы, өзінің мұғалімнің өзін-өзі ұстауда мәнері жақсы, балалармен қарым-қатынасы жақсы. Алынған әдіс тәсілдері балалардың жас ерекшелігіне сай.
тек мына жерде балалар кішкене шапшаңдылыққа үйрету мақсатында мысалы ана жолда айтқан болады, кішкене балаларды әрбір берген тапсырманың уақытын айтып отыру қажет. Кішкене балалар бір жағынан шапшаңдылыққа үйренеді. Жалпы жақсы, барлығы барысы, өтуі, деңгейі жақсы деп айтамын. Содан кейін нені қолдану, актыны қолдану өте тамаша. Балалар жұмыс істеген кезде абай әндері баяу болса да қойылып балалар еске сіңіреді, құлағына таныс әуен болады. Мәтінмен жұмыста да өз деңгейінде жақсы өтті деп ойлаймын. Балалар мәтінді құпиялы ашады. Әр оқушының алдында қара сөз тастады және тыңдатты да аудио. Бір жағынан балалардың мысалы қызығушылығын арттыру мақсатында да жаңа кіржайғыш әдісін алды ғой. Шатыспасам мен кіржайғыш деп алды ғой. Кермей жіп әдісі деп. Балалар сол жердің өзінде мысалы бір жағынан оқушыларға қызығушылық артады, оқушылар жалпы қызығып сол жердегі қызығушылық арту деп ойлаймын. Ешқандай балалардың жұмыс жасау барысында белсенді қатысты сабаққа балалар сан есімдерді тауып отырды, мысалды келтіріп отырып, дара ма, күрделі ма, мысал келтіріп ажыратып айтып отыр. Содан кейін білім ағашында балалардың кері байланысында рефлексияда көрсеңіздер, балалар бүгінгі сабақты тамаша түсінген. Өйткені қызыл түсті, басқа түсті таңдамады. Бұл да мұғалімнің жетістігі. Бүгінгі балалар сабақ кезіндегі махаббаттан келешекте тамаша мұғалім шығады деп ойлаймын.